Мен 5 жаста болғанда барлық балалар секілді теледидардан балапан арнасын көретінмін. Бұл әкемнің кешкі жаңалықтар көруіне кедергі болды. Сосын әкем маған ескі болса да 20 арна көрсететін теледидар сатып әперді. Бірақ мен балапан арнасын таппасам да қатты қуандым. Себебі менде өз теледидарым болды. Бір кеште мен арнамды бірінен соң бірін ауыстырып отырдым. Сосын Калидон 21 каналына көзім түсті. Канал нашар качествода болса да, маған Мистер Аюдың шоуы ұнады. Басында Мистер Аю өз-өзімен шашки ойнап отырды. Сосын есік қағылып, ол мен қыз келді. Мистер Аю қуанышты болды. Сосын балаларды оның подвалына тығызбақ ойнауға шақырды. Келесі бөлімде әлгі бала келіп Аюмен сөйлесті. Және бірнеше минуттан соң бала оны әпкесіне үйге қайту керек деп айқайлады. Аю оған құрып кетші дегенде, бала кетіп бара жатып, полиция шақыратын айтты. Сосын Мистер Аю айқайлап баланың артынан жүгірді. Келесі бөлім қазық және сорпа деп аталды. Басында экранда манка мен қасық пайда болды. Және қасық оның артынан қуып жүрді. Оны жегісі келгенде. Және 7 баланы көрсетті. Оның әрбір ыдысында сорпа болды. Және түрлері қорыққан секілді көрінді. Сосын Мистер Аю: «Балалар, қасықтарың дайын ба?» деп айтты. Сосын мен көрген соңғы бөлім қайталауда бір ай бойы тұрды. Ол жерде Аю креслода отырып: «Балалар, сендермен подвалына ойнауларың келе ме? Ендеше мына адреске хат жазыңдар». Маған қызық болған соң мен жазуды шештім. Кім де қарсы болмады. Ол бұл жай ғана балаларға арналған шоу деп ойлады. Бір аптадан соң мен жауапты алдым. «Сәлем, құрметті Бека. Біз сенің хатың үшін көп рахмет. Мен сені қуана-қуана өз подвалымда күтемін. Біз фильмдер көреміз, ойындар ойнаймыз және орманда демаламыз. Менің ең Мекеші, сенімен қатты ойнағым келеді. Шын жүректен, Мистер Аю». Әкем ештеме күдіктенбегені біртүрлі болды. Мистер Аюдың үйі қаланың шетінде болды, бос жерде. Және қорқынышты фильмдерге дайындық секілді көрінді. Әкем адреспен қателескен шығармын деп ойлады. Және картаны тексеруді шешті. Осы сәтте есік алдына полиция қызметкері шықты. Олар бірдеңемен әңгімелесіп тұрды. Ал әкем таңғалып қорқып, «Құдайым-ай» деп қайталай берді. Әкем маған көлікке отыруды талап етті. Сосын ол менен сол күн сөйлеспеді. Және не болғанын айтуға келіспеді. Мен бұл оқиғаны 8 жылдан соң есіме түсірдім. Маған 13 жас толғанда. Бұл жолы әкем шындықты айтуды шешті. Арна бір адамның атынан ашылған, Мистер Аю. Ол балаларды ұрлап, өз арнасына видео түсірген. Оны бәрі ұрлықшы деп ойлады. Ал бірақ шындық қорқынышты болды. Бірнеше жылға мен бұл оқиғаны ұмыттым. Сосын университетке түскенде әкемнің досымен таныстым. Ол Калидон қаласының полиция қызметкері екен. Ол мен осы оқиғаға байланысты екенімді біліп, Мистер Аюдың соңғы 2 бөлімін көрсетті. Ол Мистер Аюдың апельсинді шырынын тұруынан басталады. Мистер Аю әр стаканға бір сұйықтықты құяды және балаларға апельсиннің пайдасын айтып ішеді. Келесі соңғы бөлімде Мистер Аюдың түрі жауызырақ көрінеді. «Сәлем балалар. Бүгін мен достарымды алыс жаққа апарамын. Олар ол жерде бақытты болады». Сосын Аю көктем балаларды алып шығып өртеп жібереді. Олар қырын ғана қарайып, ауырғаннан өзінің қол-аяқтарын қозғалтты. Мен осы оқиғадан кейін ұйықтай алмадым. Маған қалған істейтін зат тек қана қуану. Егер әкем-әкеміз бір күн ертерек келгенде, мен сол балалардың арасына кіретін едім. Құдай біледі.